Мен және дәл қазір жанымда Мерей. Хал жағдайыңыз қалай? Барлық жақсы, өздеріңізде қалай? Жақсы. Ерекше жұптар қатарына қосылдыңыздар. Шын жүректен құттықтағым келеді. Рахмет, көп. Бірақ Санатжан қайда? Санатжанның бір-екі проблемалары шығып қалған болатын. Азанда көлігін алып кетіп қалыпты да, штрафстоянкаға соған кетіп қалды. Өзім де былай сағынам деп ойламаппын. Қасында болмаған кішкене біртүрлі болып тұр. Керемет. Енді сіз басқа сізден сағыныш туралы сөз есту, ол енді бір жүрекке мейірімнің төгілуі шығар. Иә. Не айтайын тағы? Толқып тұрған сияқтысыз. Жаңа ортада болған нәрсе айтайын ба? Иә, Негізі сол нәрсе, неге мен ол нәрсені мені қосып тағы да не істеп жатыр деген түсінген жоқпын да. Негізі былай қарап тұрсаң, хейт кетіп жатыр маған ол туралы да мен сол күні Санатжанға сезімді білдірдім ғой. Сол білдірген кезімде маған деген кәдімгідей өзімнің де фан аккаунттарым хейт жазған болатын. Өте біртүрлі чувство болды негізі. Енді мен ол жерде өзімнің қандай ойымды чувствовать еттім. Қасында енді құрбысы болып жүрдім ғой. Сол кезде мен Жанеркеге жаным ашқан сияқты болып айттым да, оны жаным ашып айттым негізі. Мен ғашықпын деген кезде Әділжанның бір мен де саған ғашықпын деген сияқты сөзін естімегеннен кейін кішкене біртүрлі болып қалып барып айттым да ол нәрсені. Сол жерде не чувствовать еттім, соны айтқан болатынмын. Бірақ ойламаппын, өйтіп мені барлығы маған сол нәрсе үшін хейт жазады, сол нәрсе үшін осы ортада қозғалады деген нәрсенің барлығын мен негізі ойламаппын да. Ол жерде ішімнен не қандай сөз шықты, не чувствовать еттім, сол нәрсені айтқан болатынмын. Мүмкін сол сөзіңнен кейін Әділжан кішкене алшақтап кете ма деген сияқты қорқыныш болды да менде, Жанеркені бір тастап кете ма деген сияқты қорқыныш болды. И сол қорқынышпен негізі айтқан болатынмын. Сол жерде білмеймін оны неге ортаға келіп айтып жатқанын, білмеймін неге маған ол үшін хейт жазып, ол үшін маған видео жасап жүргендерін фан аккаунттардың, мен мүлдем түсіне алмаймын негізі адамдарды. Енді сол айтылған дүниеге өзіңізде қадам бастыңыз дегенді айтып кетті жаңа. Яғни сол жолмен өзіңізде қарым-қатынасты бастадыңыз дегендей. Иә, оның барлығын түсініп тұрмын ғой. Енді мен ол жерде өзім не чувствовать еткенімді по-любому айттым ғой, айта алдым ғой. Сол себептен менің ол айтқан нәрсеме ол нәрсені маған қарсы пікір ретінде қолданғандары дұрыс емес деп ойлаймын да. Ол нәрсе иә менің де басымнан өтті. Бірақ білмеймін даже, не айтарымды білмеймін. Мерей, бұл жерде сізді сөгіп жатқан жоқ. Керісінше, бұл жерде шынайы қыздың сезімі болса, яғни сіз бұрын айтқан сөзіңізді кері алып, қыз сезімін жасырмай айту керек, ол орынды екен ғой, солай ма деген секілді пікір болды. Иә, ол пікірлерін түсініп тұрмын ғой, бірақтан маған и так та сол нәрсе үшін хейт кетті ғой, осы нәрсе үшін ше. Ол хейт жабылғаннан кейін тағы да оны ортада қозғап, тағы да мені хейттің астына қалдырып жатқандай болып сезіліп жатыр да маған. Бұл нәрсе байқадыңыз, жаңа аяқ асты шыққан Әділжанның жауабынан басталған сөз болатын. Және мен ойламаймын, сіз осы өзіңіз бастаған сөзден кейін бір көңілі қалу болды деп, керісінше жұп болып, қазір көптің көзайымына айналдыңыздар, солай емес пе? Иә, менің ол нәрсеге негізі өкінішім жоқ. Қазіргі таңда енді Санатжанның тарапынан білемін ғой, қандай сезімдері бар екенін. Яғни дұрыс санайсыз өзіңіздің қадамыңызды, сөзіңізді, солай ғой? Дұрыс санаймын дегенде дұрыс санамаймын негізі. Негізі қыз баласы бірінші болып сезім білдіргені как-никак біртүрлі сияқты өзім үшін. Сол жерде енді мен ішіме симай бара жатты да сол нәрсенің барлығы. И ол нәрсе қалай сыртыма шығып кеткенін білмей қалдым да өзімде. Негізі өмірлік ұстанымым, мен еркек баласына никогда внимание выпрашивать етіп, немесе бірінші болып сезімді білдірген қыздардың қатарынан емеспін. Білмеймін, сол жерде мүмкін сасқалақтап айтып жібердім ба, бірақтан ол нәрсе үшін мен негізі өкінбеймін. Бастысы қазір нәтижесін көріп жатсыз. Және Санатжан сіз ойлағандай внимание барлығын беріп жатыр ғой. Сұрамасам да беріп жатыр. Бірақ сіз ол сөзді айтпағанда бәлкім Санатжан әлі де үміткер күтіп отырар ма еді? Бәлкім бұл қарым-қатынас басталмас па еді? Мүмкін. Негізі былай айтады ғой, адамның дегені болмайды, Құдайдың дегені болады дейді ғой. Как-никак біз былай істейміз деп алдыға жоспар қойып қойсақ та, Құдай қалай жоспарлап қойған, сол нәрсе по-любому болады деген нәрсені айтқым келеді. Жақсы. Ал енді Әділжан мен Монираның таныстығы алда қалай жалғасатынын бірге көреміз. Арнадан алыстамаңыздар. Мен Ботагөз Болатжан, және дәл қазір жанымда Бикеш. Қал жағдайыңыз қалай? Менде шүкір барлығы жақсы, сіздің өзіңізде қалай? Жақсы. Көңіл күйіңіз орнында ма? Көңіл күйім бір қалыпты. Кеше қатарларыңызға жаңадан қатысушы қосылды. Әділжан, қателеспесем, сіздің алдыңызда кетіп қалған болатын, сіз кейінірек келдіңіз.
Қашан кеткенін мен нақты білмейді екен, бірақ мен келген кезде ол кісілер болмады. Кеше таныстыңыздар. Жоқ, әлі үлгермедік. Әлі таныса үлгермедік. Бұл қалай болғаны? Қалай қарсы алып алып жатырсыздар ондай? Жоқ, енді бұл жақта басқа ескі қатысушылардың барлығымен таныс екен да, солармен жақсы танысып жатыр ғой, бірақ жеке менімен андай таныстық екеумізде әлі болмады деп айтқаным ғой, жалпы алдағы уақытта мүмкін таныса жатармыз. Жақсы, енді осы бір Әділжан келе сала алғашқы болып үміткер келді. Және шымылдық әлі ашылған жоқ. Екеуінің бір-біріне деген жарасымдылығы қаншалықты сырт көзге байқалады? Негізі үміткер қыз өте сондай әдемі, нәзік қыз екен. Менің ойымша Әділжанның талғамына келетін қыз сияқты, өйткені енді бұрынғы қарым-қатынасында қызды білеміз ғой, тоже әдемі, сондай нәзік қыз болатын, жалпы типажына сәйкес келетін сияқты үміткер қыз. Жақсы. Бұл жерде Әділжан өзінің көп бір талап қоймаймын. Бастысы өткен өмірінде бір өкініш болмайтындай, тұрмыс құрмаған қыз болса болды деген болатын. Және сырт келбет тіпті салмаққа да мән бермеймін деген сөзін кеше естіген боларсыздар. Иә, жалпы талаптарын кеше естіген болатынбыз. Бірақ енді бұл жақта қазір сұрақ келіп отыр да, жалпы маған ғана емес, барлық қатысушыларда сондай бір сұрақ болып жатырған сияқты, дайын ба деген сияқты ше, өйткені әрбір сөзінде, әрбір жаңағыдай іс әрекетінде сол бұрынғы қарым-қатынасын өзі қозғап кетіп жатырғаны бар да, енді сыйластық әрине барлығымызда қалу керек, бірақ қандай сыйластық деген секілді ғой, ол қаншалықты дұрыс. Егер мен үміткер болып келіп отырған жігіт сол бұрынғы өзінің арақатынасын айтып, соны әйтеуір бір түрткі етіп отыратын болса, кішкене мен уже басқаша қарап қалатын едім. Сол себепті қазір енді талқылайтын боламыз соны. Яғни өткенін әлі ұмыта алмай жүр дегенге келе ма бұл? Сезім әлі суымады дегендей. Мүмкін, иә, мүмкін, өйткені менің білуім бойынша ұзақ уақыт өтпеді ғой олардың. Жалпы бір айдан аса уақыт болды деп айтты. Отношенияда да олар, мне кажется, ұзақ уақыт болмады. Мен нақты білмейді екенмін да. Үш айға жуық шығар көп болса. Иә, қазір сол өзіміздің сұрақтарымызды қою арқылы бұл мәселені қазір шешіп алып, уже келесі таныстықтарда, келесі ортаға шыққан кезде уже бұл тақырып жалпы бұрынғы арақатынасы қозғалмайды деп үміттенеміз барлығымыз. Жақсы. Өзіңіздің жеке басыңызда қалай болып жатыр бәрі? Таныстық жақсы жалғасып жатыр ма? Негізі, иә, Рүстем екеуміздің арамызда қазір таныстық болып жатыр. Бүгін бұйырса біз ортадамыз. Ортада сол өзіміздің таныстығымыз туралы, жалпы арақатынасымыз туралы жалғасады ма, тоқтайды ма, барлығын сол ортаға шыққан кезде айтып кететін боламыз. Ортада талқылап білетін боламыз. Бірақ бір сұрақ қойғым келіп тұр сізге. Рүстем келгеннен кейін мен талаптарым негізі басқаша еді, бірақ бұл қатты маңызды емес дедіңіз. Бұл талаптан үзілді, кесілді бас тарту ғой. Жоқ, негізі талаптарыма негізі жігіт сәйкес келіп тұрған жоқ, бірақ мен талаптарымды ысырып тастап та қоя алмаймын. Менің талаптарым жалпы мен үшін де, жаңағы менің ата-анам үшін де негізі маңызды, бірақ та көре жатармыз қазір. Мен андай толықтай ешінке айтпай қояйыншы, барлығын сол алдағы уақытқа ысырып қойғым келіп отыр. Алдағы уақытта жігітті әлі байқағым келеді деген сөз ғой бұл. Негізі, менің талаптарыма жігіт сәйкес болмаса да, негізі как адам ретінде, жігіт ретінде маған кішкене қызығушылығым менің бар ол тарапқа. Сол себепті бізде қазір таныстық негізі жалғасқан болатын. Әлі де сол танысу үстіндеміз. Жақсылап бір танысып алғаннан кейін белгілі болатын шығар. Енді талап туралы алда білетін боламыз, және таныстық қалай жалғасып жатқанын да тікелей эфирде көреміз. Біз келесі жарнамада қайта ораламыз. Қал жағдайыңыз жақсы ма? Көңіл күй қалай? Бәрі жақсы, бәрі керемет. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Ортада дәл қазір бикешіміз шыққан болатын үміткермен бірге, және Назеркенің ойымен қаншалықты келісесіз? Келіспеймін де мүлдем. Біз осы жерде бұрын бір ортада отқаннан кейін қатысушылар сыртқа шығып кеткен екен, бізде де сообщение алмасу, бір жерге барып отыру деген дүниелер болады да. Ол Назеркенің айтып жатқан адамы маған да жазады, дос ретінде сөйлесеміз де, бір қаладан болғаннан кейін дос ретінде араласамыз да, тамаққа да барамыз деген сияқты да. Оны алып келіп мына жерге, білмеймін, халыққа бір ой салу, үміткердің көзінше бикешті бір үміткер бола тұра басқаларға көз салып жеңіл ойлы қызды деп көрсету, мен ойлаймын, ол жерде женская солидарностьтың жоқ болған деп. Бірақ сіз сенімдісіз, бұл ақпарат жалған, және бикештің ондай артық
қылығы болмағандығы. Жоқ, Бикеш басқа өте жаңағы шынайы қыздардың бірі ғой. Кеше жаңағы кім Рүстем гүл жіберген кезде біздің мен үйге қонаққа шақырып алған болатын. Бикеш настроениесі болмағаннан кейін, көшетін болғаннан кейін кел деп сөйтіп екеуміз сол жерде отырып әңгіме айтып отырдық. Сол кезде тек қана әңгіме осы үміткерін мақтады, жасап жатқан қадамдарын айтты. Сосын екеуміз болашақ туралы сондай әңгімелер айттық та. Былай ол мына жерден біреуді ұнатамын, біреу маған ұнайды, андай мындай деген дүние мүлдем болған жоқ. Тек қана сол ескі қатысушылармен осы жерден шығып кеткен. Бізде тек достық қарым қатынас қана, мысалы қайсысы біріміз болсақ та. Жақсы. Ал енді өзінің үміткерімен деген үйлесімділігі қаншалықты сырт көзге байқалады? Негізі біз жаманды жақсылы енді 37 жыл өмір сүріп жатырмыз ғой. Адам сырт көзден танимыз, иә. Бикешке мен ойлаймын үміткері тура келмейді деп, себебі жаңағы егер де баласы әйел туралы сұрақ қойған кезде жаңағы үміткердің сәл мүдіріп қобалжып қалған тұсында, демек мүмкін ол мүлдем көмектеспейтін шығар бұрынғы әйеліне және баласына деген дүниені. Мен бұл жерде Бикешпен жақын араласқаннан кейін Бикештің болашағын ойлап, болашақта мынау қандай күйеу болады екен, қандай әке болады деген тұрғысында ғана сұрақ қойған болатын, бірақ ол сұрағыма жауап ала алмадым. Сондықтан да мен жауапкершілігі жоқ адамды біздің қыздардың қатарынан көре алмайды екенмін. Себебі ол жаңағы аманат деп айтылды, иә. Баласы аманат, ол әйел баласымен үйде отырғаннан кейін оған қазіргі таңда қаржылай көмек өте қатты керек. Қазір қоғамда неше түрлі әкелер бар. Жаңағы бір қызбен қыдырып жүреді да, аяқта 3-4 бала шағасы үйінде отырады, тамақ жетпейді, квартирада тұрады. Бүкіл жауапкершілік бала шағасымен бірге әйеліне тастап кетеді. Әйел квартираға төлей ма, балдарына түсетін 5-6 теңгені оны тамақ әпере ма, памперс әпере ма, сол жағынан қиындық туғызады да. Сол үшін де сол қоғамда сондай жауапкершілік жоқ еркектердің арқасында қазірде біздің әйелдердің екінші рет тұрмысқа құрмауы, бақытты болмауы, өзіне қарамауы, бала шағаны құнды сапалы тәрбие бермеуі соның кесірінен деп ойлаймын. Жақсы. Енді ойыңызбен келісемін. Ал енді таныстық жалғаса ма, жалғаспай ма, біз оны алда тікелей эфирде білетін боламыз. Және қатарларыңызға Әділжан қосылған болатын. Бүгін үміткер қабылдап жатыр. Ойыңыз қандай? Жаңа ойымды айта алмай кеттім. Әділжан келген өте қатты қуаныштымыз. Қатарымызда сондай жауапкершілігі мол, нағыз ер азамат келгені бізге де қуанышты жағдай. Өз жұбын Жанерке екеуінің мен не істедім негізі жақсы көретін жұптарымның бірі еді. Жанеркені қатты жақсы көремін. Сондықтан екеуінің қарым қатынас тоқтағанда мен шамалы көңілім түсіп қалды. Бірақ енді екеуі де жақсы адам, екеуі де бұл өмірде жаңа өзінің екінші адамдарын табуға лайықты, бақытты болуға лайықты деп ойлаймын. Сол сәттілік тілеймін. Бізде осы бір басталған таныстық жалғасын тапсын деген тілек білдіргіміз келеді. Ал енді өзіңіздің жеке басыңызға тоқталайық. Үміткер әлі келген жоқ, және өзіңіз де қатты бір шақырып жүрген жоқсыз байқағаным. Иә, мен шақырып сондай адаммын, негізі көңілім бір қалып қалса қалып қалатын адам. Шақырдым, ары шақырдым, бері шақырдым, келмеген екен. Қазір өмірде де сондай мейлі бір маған жазылған дүние болады деген нәрсе да, бүйтіп қатты особо былай алға ұмтылып жүгіріп бермесін тартып жанталаспаймын мүлдем. Өмірде де сондаймын, анау жобада да сондаймын. Қалай бар, өзі маған бұйырған дүние әйтеуір бір келер деген нәрсені ұстанамын да мен. Бірақ өмірде шүкір сол ойымның арқасында бұйырған нәрселер жетіп жатыр. Жақсы. Ал біз алда Бикеш пен үміткерінің таныстығы жалғаса ма жоқ па бірге көретін боламыз. Арнадан алыстамаңыздар.